Қызылордадағы Тасбөгет кентінің бір топ тұрғыны қала әкімдігіне әжетхана сұрап барды. 16 пәтерлі екі қабатты үйде тұратындар осы уақытқа дейін ауладағы дәретханаларын пайдаланып келген екен. Бірақ кент әкімдігі аулашылық жолдар саламыз деп дәретханаларды бұзбақшы екен. Тіпті оны қирату үшін тракторда келіпті. Алайда тұрғындар техниканың алдын бөгеп, әжетхана үшін нағыз күреске шықты. Мөлдір Қожахмет көріп келді. Бізге туалет керек. Тасбөгет кентіндегі қосқабатты үйдің тұрғындары осылай ұрандап, қала әкімдігінің алдына жиналды. Себебі 2 айдан бері құзырлы орындардан жөнді жауап ала алмапты. Ал халықтың есік алдынан қазылған әжетханадан басқа барар жері жоқ. Өйткені үйдің жобасында дәретхана қарастырылғанмен кәріз жүйесі тартылмаған. Сарайлардың бәрі туалетке толды. Енді қаяққа отырарын білмей отырмыз. Бұл жөнінде біз 2 ай бұрын хабарлағанбыз. Бізге колодец жасау керек. Әр подъездің алдынан 3 колодец жасап берсе, қалған біз өзіміз алып кетер едік. Дау аула ішінен қазылған мына әжетханалардан басталып отыр. Халық 70-ші жылдан бері осы алақандай жерді айналып қазып келеміз дейді. Дәретханалар үйге тиіп тұр. Сондықтан жаз мезгілінде терезе ашу мүмкін емес. Ал балалар осы маңда ойнауға мәжбүр. Анадан бір бала туалеттің ішінде ойнап жүр. Туалеттің ішінде ойнап жүр. Ана мусордың жанып атқан мусор қағаздар бар, туалеттің қағаздары, соны жақпай ма жүр? Соның қасында ойнап жүр ғой, бұл бала ертең өледі ғой бала. Бұл жерде невозможно тұруға мына ғасырда. Біз тек үйге шығамыз да салапанға салып лақтыра береміз, далаға болды, басқа істейміз енді. Енді аулашылық жол салынатын болса, тұрғындарға құрттаған дәретхананың өзі сағымға айналатын түр бар. Ал қалалық әкімшіліктегілер мәселені реттеуге 1 апта уақыт сұрап отыр. Дегенмен бізге мынадай 2-3 жауап айтты. Келесі жылы толық шешіледі. Егерде сол үйлерге кәріз жүйелерін жүргізуге үй ішіндегі құрылыс конструкциялары сәйкес келетін болса, біз сол кәріз жүйесін апарып беріп, ертеңгі 70-ші жылғы салынған үй, 40 жылдан бергі тұрған үй, оның жаңағы стенасын бұзу, не болмаса сол этаж аралық, қабат аралық темір бетоннан плита жабылған ғой, соны бұзады олар ертең ана трубаны жүргізу үшін. Сондықтан да оған разрушение беру, соған себепкер болғымыз келмейді. Ал зерттеу жұмыстары біткенше тұрғындарға кәсіпкердің есебінен жаңа дәретхана қазылып берілетін болды. Мөлдір Қожахметова, Қайрат Арабаев, 7 жарына Қызылордадан.